Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңа қожайынға ұнамадым. Пәтер жалдап қалада тұрамыз. Времянка деген аты бар құстың ұясында 2 бөлмелі үйде 3 жанбыз. Әйелім Айғаным және мен, қызым Айкүміс. Шын атым Ермұрат. Бірақ жасым әлі 30-ға жетпесе де, келіншегімнен бастап танитындар түгел Ереке дейді. Ереке деген есімге ие болсам да, ер жігітке лайық іс тындырған жоқпын. Бұрын ауылда қарапайым тракторшы едім. Совхозымыз тарқап, техниканың ебін тапқандар түгел бөліп алды да, мен секілді қолы қысқалар далада қалды. Кемпір шалдың зейнетақысына көзімді сатып отыруға еркектік намысым ұстамады. Қалаға жұмыс іздеп кеттім. Бір жетідей сандалып жүріп, бір жеке кәсіпкердің тракторын айдайтын болдым. Өзім талай айдаған Беларусь екен. Бірақ ол сорлының құр қаңқасы қалыпты. Інім айтқан теңірімді тауып беремін. Тек мынаған жан бітіріп берсең болды, деді қожайын. 1 айдың ішінде зымыратамын дедім. Сол 1 айға 35 000 теңге берсем, риза боласың ба, дейді Басекең. Ауылда жүргенде ондай ақша ұстап көрмеген басым, өз құлағыма өзім сенбей ойланып қалыппын. Інім-ау, асынып тұрсың ба? Түстік асың да менің мойнымда, деді. Келістік аға, қандай қосалқы бөлшектер керек екенін жазып берейін, соларды тапсаңыз болды, дедім. Екеуміз қол алыстық. Жағдайымды білген қожайын 15 000 теңге аванс берді. Ертеңіне 5 000 теңге пәтер жалдап, қалаға бала-шағамды көшіріп алдым. Тракторды айға жеткізбей аяғынан тік тұрғыздым. Сол трактордың астына түсіп үстіне шығып, май-май болып жүргенімде жылтаң-жылтаң етіп бір жас жігіт күніге бір келіп кетуші еді. Кейін білдім ғой, ол қожайынның туған жиені екен. Тракторды оталдырып шығарған күні қожайын келіп, інішек бір ыңғайсыз жағдай болып тұр. Жалғыз қарындасым бар еді, оның жалғыз ұлы бар. Қарындасым, тракторды жиеніңе бермесең, ат қирағыңды кесеміз деп үйден шықпай отыр. Сен айналайын ренжіме, өз қолыңды өзің кесе алмайды екенсің. Амал жоқ, тракторды жиеніме беремін, сен өз әрекетіңді істей бер, деді. Не дейін, басым салбырап үйге келдім. Келіншегіме мүшкіл халімді айтып, дастархан басына енді отыра бергеніміз сол еді, қожайын келіп тұр. Інішек өкпелеп, жалақыңды да сұрамай кетіп қалғаның қалай, деп жымиып, мен үндемедім. Міне ақшаң, деп газетке оралған затты ұстатты да, менің бір досым бар, сол ыңғайлы адам тауып берші деп еді. Барасың ба, деді. Онда не істеймін, дедім. Оған салқын қабақ көрсеткен болып, ренішімді білдіріп. Біріншіден, анау өзің өмір сүріп отырған үйден 10 есе артық үйде тегін тұрасың. Келін екеуің сол үйде қарауыл боласыңдар. Күзетшілердің жалақысын аз болушы еді, деп мүлдіреп қалып едім. Бұрынғы қожайын, мен сені жаман жұмысқа жібермеймін, жібі түзу жігіт екеніңді көріп, білген соң айтып тұрмын, дейді. Біреу тегін пәтер жайлы жұмыс тауып берсе келіспейтін кеңкелес шын демеспін ғой. Келістім. Сен таңертең дайын отыр. Өзім келіп ертіп апарамын, деп жарылқаушы көкем қайтып кетті. Таңертең уәдесі бойынша ол ерте келіп мені маздасына мінгестіріп, қала орталығынан шеттеу көшелердің біріне алып келді. Қалеке, кеше өзіңе айтқан азамат осы жігіт, деп мені сылыңқыр қара қапсағай денелі кісіге жолықтырды. Менің есімім Қалыбек, деп анау қолын берді. Ереке, деп, Ермұрат, дедім жалпылдап. Дұрыс, Ереке. Мына ағаң сені мақтады. Ал енді негізгі міндетіңді айтайын. Мына тұрған қос қабатты времянка сенікі. Қаласаң үстінде, қаласаң астында жасай бер. Газ, жарық, суға, пәтерге, ақыға көк дейін алмаймын. Келін екеуің осы үйді күзетесіңдер. Ақысына ай сайын 20 000-ды алақаныңа салып тұрамын. Мына ашық алаң да біздікі. Осында құрылыс жұмыстары басталады. Құрылыс материалдары түсе бастайды. Соларға бас-көз боласың. 10-15 адам жұмыс істейді. Мүмкін соларға ас әзірлеу керек шығар.
реті келсе ол жағын келінге жүктерсің. Аспаздың ақысын бөлек беремін. Құрылыс біткен соң да осында тұра бересіңдер, жұмыс жетеді деді. Рахмет аға, сеніміңізден шығуға тырысамыз деп қуана-қуана келістім. Құрылыс ауқымы шынымен үлкен екен. Аумағы ат шаптырым алаңның жобасына мен де көз жүгірткенмін. Тойхана, ойынхана, сауна, дүкендер мен автотұрақ бірігіп толық бір қалашық болмақшы. Өзім өмір сүріп жатқан Времянканың дәл маңдай тұрсында 2 қабатты хан сарайындай тұрғын үй түсетін көрінеді. Құрылыс жұмысы болады деген Қалекең айтқан 15 адамның жалпы саны 50-ден артылып жығылып болды. Олар да жұмыс десе жанын салып істейтін жандар екен. Күндіз-түні бір дамыл таппайды, ауысым-ауысым болып жанығып істейді. Қайтсын, үйінен, бала-шағасынан безіп ақша үшін жалданып жүрген жұмысшылар ғой. Ерте көктемде басталған құрылыс қара күзге жетпей аяқталды. Салынған ғимараттарды көрсеңіз-ау, шыбын жұмыртқалап кеткенше аңқайып тұра бересіз. Мұндай құрылыстың архитектуралық жобасын Қалекең қай елден алып келгенін бір Құдайдың өзі білсін. Тойхана, ойынхана, саунаның ішіндегі жиһаздар қай елдікі екенін ойлап бас қатырудың өзі бір ғанибет. Менің ойлайтыным, осындай қыруар тірлікке Қалекең қаржыны қайдан тауып жүр? Құрылыс бітіп қызмет істейтін жандар түгелден соң тұсау кесер дейді ме, презентация дейді ме, ұлан ғасыр той болды. Қалашығымыздың алдында шетелдік сыланған сұлу көліктерге сыймай кетті. Тойхана мен ойынхананың ішіндегі ағай мен сығай жандарға қызмет көрсету үшін республикамызға танымал әртістерді де шақырған екен. Менің бір таңданғаным, мұндай тойда тоз көтеріп сөз сөйлейтіндер аз болады екен. Сондықтан ба, жоқ әлде есімдері елге белгілі азаматтар болғандықтан ба, ішіп алып қуып кететін, не тәлтіректеп жүрген бір жанды көрмедім. Біздің ауылда болса ғой шіркін. Мынадай көл-көсір дүниені көрген біздің жігіттер жарлының бір тойғаны шала байыған деп дастархандағыны шегіртке қаптағандай түгел жапырып ішіп-жеп досыңның астын дұшпандай іш, немесе дұшпаннан түк таратсаң да пайда деп бір жасап қалар еді. Одан соң той есте қалатындай қызықты болу үшін қалайда қырғын төбелес шығарып таңға жақын тарқар еді. Ал Қалекеңнің тойы белгіленген кешкі 7-де басталып, онда түгел үйлеріне тарқады. Рахат, қызығын біз көрдік. Мұрты бұзылмаған қазы қарда санаулы салаттар мен тығынға тырнақ демеген арақ шараптарды қызметте жүрген жігіттер мен қыз-келіншектер және Алматыдан арнайы келген әртістер көрді. Келесі күні түске жақын әрең тарқадық. Охрананың бастығы болдым. Той өткен соң Қалекең біздің үйдің алдындағы Бразилия стилімен салынған қос қабатты ғимаратқа көшіп келді. Осында жүріп ол кісінің бала-шағасын тұңғыш рет көруім. Балалары, немерелері түгел жиналып, қоныс тойын 2 күн тойлап тарқады. Үйінде Қалекеңнің бәйбішесі мен бір қызы қалды. Өзімнің жобам бойынша ең кенжесі болу керек. Жоғарғы оқу орнында көп болса 2-ші курста оқиды деп томшаладым. Қонақтар түгел тарқаған соң Қалекең: қызметіңді көтергелі отырмын. Сен осында тұрасың. Сондықтан саған күзеттің бастығы болған дұрыс. Айлық жалақыңды өсіремін. Ай сайын 40-50 мың теңге беремін. Осыған қалай қарайсың дейді. Мен не деуші едім? Аға, сізге қарсы пікір айтатын жаман ініңіз мен емеспін. Сіз не десеңіз де мен дайынмын дедім. Кеше ғана үстімнен солярканың иісі мүңкіп, қолым күс-күс болып жүруші едім. Осы Қалекеңе келгелі жағамның кірі кетіп, шалбарымның қыры сынбайтын болған. Енді міне қара костюм шалбар киіп, галстук тағып, ірі бір фирманың күзет бастығы болып шыға келдім. Бір сөзбен айтқанда адам қатарына қосылдым. Қосқан Қалекең. Енді Қалекеңді аға демегенде кімді аға деймін? Бір туған ағаларым мұндай жақсылық жасамайтын шығар. Келіншегім Айғанымда бұрынғыдай тиын санамайды. Қала аралап қалаған затын сатып алады. Күзет бастығының міндеттерін толық білу үшін өзге фирмаларға барып тәжірибе жинадым. Бір күні Қалекең кабинетіне шақырып жетіп бардым. Үстел үстінде бір қағазға үңіліп отырған ағайын біраз үнсіздіктен соң: қарағым, менің 3 ұл, бір қызым бар. 3 жыл қалада жұмыстарын дөңгелетіп жүр. Құдайға шүкір. Қызым кенжем.
білесің, шамалы еркелеу. Сол қыздың соңғы кезде мінезі өзгеріп барады. Оқуында тастап кетіпті. Бүгін анықтадым. Саған тапсырма. Қызды үйден шығармайсың. Бой бермей шығып кетсе, оған білдірмей аңдисың. Жүрген жерін, барған жерін, кімге жолыққанын түгел түсіре бер, деп шағын видеокамера берді. Аға, сіз не десеңіз бәрін орындаймын ғой. Бірақ еркелеу өскен Лира қарындасым айтқаныма көнбей, алдыңызда ұятқа қаламын-ау. Қызыма өзім айтамын. Домашний арестесің деймін, бірақ сенің бақылауыңда болсын. Шешесі де үйде болмайды. Ертең емделуге шетелге жол жүреді. Қалекеңнің қандай қызметте екенін білмеймін. Сұраған емеспін, ыңғайсыз ғой. Ал жеңгеміз сырғалы жаңа салынған тойхана, ойынхана орталығының директоры секілді. Осы орталық іске қосылғанда сол кісі осы жерден шықпайтын болған. Бұрын туристік фирманы басқарады, бірнеше дүкені бар деп естігенбіз. Жеңгеміз шетелге ұшып кеткен күннен бастап мен қызыл ягуардан көз жазып қалмауды ойладым. Ол Лира қарындасымыздың ауыл арасында мініп жүрген көлігі, шетелдік сұлу машина. Ағамыз бен мен начальник охрана болған кезде мынау сенің жорғаң бастық адамға жаяу жүрген жараспайды деп ВАЗ-21-99 маркалы үстіне әлі шыбын қонбаған су жаңа көлік берген. Мен жарылқаушым жасырын берген түсіргіш камеранды сол машинаның ішіне тағып қойғанмын. Бақылауға алған алғашқы 2 күнде Лира үйден шықпады. 3-ші күні кешке қарай қарындасым қызыл машинаға мінген кезде жанына келдім де: Лира, айналайын. Айып етпе. Папаң қызметке кетерде қызым үйден шықпасын деп маған тапсырған еді. Ренжіме. Бұйрықты орындауға тиістімін дедім. Білемін аға. Папаға білдірмейміз. Екеуміз келістік болды ғой деп күлімсіреді. Лира, мен ағаны сыйлаймын. Сол үшін ол кісінің айтқанын екі ете алмаймын. Сіз шынымен де мені жібермейін деп тұрсыз ба деді. Ягуарды дыр еткізіп оталдырды да қақпаға қарай беттеді. Қақпа алдындағы күзетші жігітке қақпаны ашпа деп белгі бердім. Қақпа алдына келіп кілт тоқтаған қызыл машинадан басын қиқитып Лира ана жігітке: қақпаны аш деп бұйырды. Ана жігіт екі оттың ортасында қалғандай біресе маған, біресе қызға қарап: аш дедім ғой саған қақпаны деп. Қыз ызаға булығып айқай салды. Күзеттегі жігіт мені иегімен көрсетіп, иығын қиқаң еткізіп: болды, сен бүгіннен бастап боссың. Бар, айда, итіңді суғар Мамбет деп қолын сермеп екімен жанына келіп: Лира, ашуыңды бас. Бізді қызметке сен алған жоқсың. Біз өз бастығымыздың бұйрығын орындаймыз дедім. Ызаға булыққан қыз машинадан атып шықты да: енді ісім сендермен болсын. Поставь машину на место, деді де үйіне қарай тез-тез басып бара жатты да кілт тоқтап қалды. Қол сөмкесінен ұялы телефонын алып әлдекімге қоңырау соқты. Слушай, мен бара алмайтын болдым. Меня на замок закрыли. Нет, дома. Сен Жаннанды маған жібере қойшы. Мейлі, маған бәрібір. 4-5 емес, 10 адам болмайды. Есеп-қисап менен, обещаю. Менің алдаған кезім болды ма? Білмеймін, өмір бойы қамауда болмайтын шығармын. Отвечаю, айттым ғой, мен төлеймін деп. Прошу, Жанканы тез жіберші, у меня ломка, понимаешь, ломка деп қыз телефонға айғай салды. Бастықтың қызы нашақор екен. Бізден қаймығып не ұялып тұрған қыз жоқ. Күзетші жігіт қызыл ягуарды күнделікті тұратын орнына айдап апарып қойды. Мен оның жанына келіп: қожайынның қызы қалай қоқаңдаса да қақпадан шығарушы болма дедім. Өзім өзге орындағы күзетшілерді тексеруге кеттім. Кешкі асымызды ішіп бола берген кезімде қақпа алдында тұрған жігітке телефон соқты. Командир, күзетшілер мені солай айтады. Қақпа алдында бір топ қыз жігіттер тұр. Лира үйіне шақырған екен. Не істейін? Жібер, үйге адам кірмесін деген бұйрық жоқ дедім. Содан түннің бір уағында әлгі жігіт қайта қоңырау салып: командир, мына үйде бір сойқан болып жатыр. Өзіңіз келіп көріп кетіңіз. Киініп қақпа алдына келдім. Күзетте тұрған екі жігіт жарыса сөйлеп: командир, Лира қарындасымыздың достары жынданып жатыр. Біздің ойымызша олар түгел нашақорлар-ау. Тырдай жалаңаш шешініп тастаған. Меңіреу адамдарға ұқсайды, ләйліп жүр. Ештеңені сезетін емес деп асығыс аптық баяндай басады.
біреуің менімен жүр дедім де қос қабатты үйге беттедім. Баяу музыканы естіліп тұр. Сыртқы есік ашық екен. Ішке кірдік. Алдыңғы кең қолда жалаңаш бір еркек жалғыз өзі теңселіп билеп жүр. Төрдегі диван үстінде жартылай жалаңаш бір бикеш шалқасынан түсіп ұйықтап жатыр. Ортадағы 32 орындық ұзын столдың әр жерінде шашылған төгілген тағамдардың қалдықтары мен ішімдіктердің шөлмектері астаң-кестең болып жатыр. Сынған қираған ыдыс-аяқтардың арасында науқастарға дәрі егетін шприцтер алып үңіліп қарап тұр едім. Жаныма келген жігіт: «Командир, бұлар түгел наркомандар ғой, қараңызшы», деп стол үстіне шашылып жатқан ақ ұнтақты көрсетті. Лираны іздеп екінші қабатқа көтерілдік. Бұл үйдің құрылысын жақсы білгендіктен тіке қыздың бөлмесіне қарай тарттым. Онда жетпей дәлізде еден үстінде аймаласып жатқан жұп кездесті. Олар бізді елейтін емес. Жандарынан айналып өтіп кеттік. Лираның бөлмесіне келіп тыңдадық. Дыбыс жоқ, тақылдаттық. Ешкім дыбыс бермейді. Ішке кірдік. 4 адам қатар жатты. Тарлық етпейтін төсек үстінде Лира қыз қос еркектің ортасында жалғыз өзі тырайып ұйықтап жатыр. Үшеуінің киімі әр жерде шашылып қалыпты. «Бұларды біз жөнге сала алмаймыз. Дәл қазір көшеге де шығарып тастай салмайсың». Милары айналып уланып, айналама болған қойдай әр қайсысы әр жерде домаланып қалыпты ғой дедім. «Командир, және бір қыз болу керек, қызыл көйлекті. Сол көрінбейді ғой. Көйлегін шешіп тастаған шығар», дедім күліп. «Шешіп тастаса да танимын. Олар 5 жігіт 3 қыз болып келген. Қазір Лираны қосқанда 3 қызды кездестірдік қой. Біреуі қайда? Іздейік», дедім. «Көп бөлмелердің есігін ашып ішке үңілеміз. Жабық есіктерге құлағымызды жабысырып тыңдаймыз». Жоғарғы қабатты түгел аралап төменге түстік. Жалаңаш биші еркек те құлапты. Бұрышта тұрған кісі бойы телевизордың тасасына барып пырылдап ұйықтап жатыр. Оң жақтағы есікті барып ашып қалса, қызыл көйлекті қыз бір дорба затты арқалап дәл есік алдына келіп қалған екен. Ол бізді көріп шыңғырып жіберді де әрі қарай қаша жөнелді. Қолындағы дорбаны тастай салды. «Тыныш, айғайлама», дедім. Қыз үлкен терезе алдында тұрған жазу столдың астына кіріп кетті. Бұл бөлме Қалыбек ағамыздың жұмыс бөлмесі болатын. Кітапханасы десек те болады. Қыз тастаған дорбаның аузын ашып қарасам, іші толы әртүрлі қымбат бағалы заттар екен. Стол астына кіріп кеткен қызыл көйлекті қыздың білегінен ұстап сүйреп шығарып алып едім. «Аға, ұрмаңыз, сен кімсің?» дедім. «Мен Жаннамын, Лираның подругасымын», деп. «Подругаңды тонап қайда қашып барасың?» «Мен жай әшейін», деп тұтығып тұрған қызды жетелей жөнелдім де серігіме: «Дорбаны ала жүр», дедім. Қызды жетелеп әкелген бойда өзім тұрып жатқан үйдегі бос бөлмеге қамап тастадым. Дорбаны күзетшілер бөлмесіне апарып қойдық. Бастықтың таңертең 7-де тұратын әдеті бар. Сол уақытты күтуге тиістімін. Ол жеңгеміз емделуге кеткелі үйінде түнемей жүр. Соған қарағанда өзге әйелді не көңілдесі болуы керек. Таңертең ерте ағайдың ұялысына телефон соқтым. «Аға, ерте қоңырау соққаныма кешірім өтінем. Уақытыңыз болса келіп кетіңіз. Үйіңізде бір топ нашақор түнеп жатыр. Солардың ішінде бір ұрыны ұстап қамап қойдым», дедім. 10 минутта жетем», деді Қалекең. Жүгіріп барып Лираны ояттым. «Айналайын, тез тұрып, ең болмаса өзің киініп ал, қазір әкең келеді», дедім. Бетіме елжіреп «Кетшей», деп теріс айналып жатты. Қыздың жағынан шапалақпен шарт еткізіп бір салдында: «Бізден ұялмасаң ұялма. Әкең келе жатыр. Әкең, түсінесің бе? Туған қызының мына жатысын көрсе, ол сорлы не дейді? Өз қолымен сені қылқындырып өлтіретін шығар. Бол тез киін», деп сүйрелей еденге түсірдім. Қыздың миына енді бірдеңе жеткен секілді. Ол төсектегі жалаңаш қос еркекке бір қарады да видимо, перебрала. «Ей, пойдем», деп орнынан тәлтіректеп әрең тұрды да киімдерін жинастыра бастады. Дәл осы кезде сырттан машинаның сигналы естілді. Қалекеңнің машинасы екенін үйінен таныдым да сыртқа қарай ұмтылдым. Жолда жатқан ғашыққа сүрініп кетіп, етбетіммен түстім. Ол екеуі іштей бір сыбап алдым да орнымнан атып тұрып жүгіре жөнелдім. Ағамыз қақпадан кіре салып үйіне тіке тартты. Мен кідіріп сыртта тұрып қалдым. Сәлден соң іштен шар ете қалған әйел даусы шықты. Одан соң тасыр-тұсыр дыбыс естілді. Сыңғыр етіп шыны сынды. Терезе ашылып Қалекең сыртта тұрған маған айғай:
«Ей, мелшиіп не істеп тұрсың? Шақыр жігіттерді» деп бұйырды. Қақпа алдында екі жігіт Қалекеңнің джипін айдайтын шопыр баланы ертіп ішке кірдік. Екінші қабатқа көтеріліп, көзіме бірінші түскені Лираның мұрнындағы қан сорғалап дәліздің бұрышында жүрелеп отыр екен. Әбүйір болғанда үстіне көйлегін киіп үлгеріпті. Қалекең өзі қызының бөлмесіндегі екі жігітті тепкінің астын алып жатыр екен. 60-тан асып кеткен жан ғой. Арсылдап әп-сәтте ентігіп қалыпты. Маңдайында тер тамшылар көрінеді. «Мына малғындарды түгел далаға сүйреп апарып байлап тастаңдар» деді. Одан соң маған қарап: «Ереке, осы қалыптарында лентаға жазып алғандарың дұрыс-ау». «Аға, ол жағын тындырып қойғанмын» дедім. Оным рас еді. Қызыл көйлекті қызды қамаған соң жалғыз өзім үйге кіріп, есірткіге еліктеп, әр жерде жеген итке құсап домалап жатқандарды түгел бейнекамераға жазып алғанмын. Неге екенін өзім де білмеймін. Жалаңаш жатқан Лираны түсіргенде үстіне жамылғы жауып қойғанмын. Жаным ашыған шығар. Әкесіне ме, жоқ қызына ма? Ол жағын ойлаған жоқпын. Жартылай жалаңаш, тырдай жалаңаш тобырды тоқпақтап далаға алып шықтық. Есеңгіреген қыз-жігіттердің естері кіріп, киімдерін түгендеп, асығыс киіне бастады. Бәсекең «байлап тастаңдар» деген сөзін қайталаған жоқ. Сол бұйрықты біз де естімеген болып тұрмыз. «Тонаушысы қайда?» деді сыртқа шыққан ағамыз. Бір жігіт барып қызыл көйлекті қызды ертіп шықты. Қызды көргенде Қалекеңнің көзі дөңгеленіп кетті. Ол анаған таңдана біраз қарап тұрып: «Ей, сен Жанка емессің бе?» деді. Қыз маған қарады. Қалекең де маған қарады. Мен күзетшілердің бөлмесіндегі дорбаны алдырдым да ағаның алдына қойдым. Қалекең дорба ішінде үңіліп қарап: «Атаң нәлет, Жолдыбайдың жолда туған жәлебі. Асымды ішіп дастарханыма түкіріп жүр екенсің ғой» деді, қыздың бетіне салып қалып. «Ағатай, кешіріңіз, ағатай, құлыңыз болайын. Мен білмей қалыппын, кешіріңіз» деп Қалекең алдына тізерлеп отыра қалды. Әлгі қыз: «Қане, түгел аты-жөндеріңді, үйлеріңнің телефон номерларын айтыңдар» деп бұйырды. Ағамыз аналар кезек-кезек мекен-жайларын айтып дірілдеп тұр. Тек бір қыз ғана: «Сен шал өз ісіңе басыңмен жауап бересің. Тілімді кесіп алсаң да атымды, адресімді айтпаймын» деп бездірейіп тұр. «Айтпасаң айтпа, барлық істі сенен бастаймын» деп шетте тұрған жалбар шашты жігіттің шашынан уыстап ұстады да жұлқап тартып: «Ой, больно болмау үшін мынау бетінен зәрі шығып тұрған қай дәудің қызы, соны айт». «Айтамын, ол Шайханның қызы» деді. «Қызы Лаура» деді. Қалекең жігіттің басын бір сілкіп итеріп жіберді де Лаураға қарап: «Ал енді не дейсің? Шайхан әкеңді қазір шырылдатып алдыңа алып келемін» деді. «Ол сенің бұл ісіңді кешірмейді, сен өліксің» деп темекісін аузына апара бергенде Қалекең қыздың бұтына бір тепті де етпетінен түсірді. «Қане, жас болдың ба? Маған бер, кімнің қандай өлік екенін көрейін» деп есірткі құмарлар айтқан тізімді қолына алып көз жүгіртіп: «Шайханның нөмерін кім біледі?» деді. Әлгінде шашы жұлқынған жігіт: «Мен білемін» деп телефон нөмерін айтқан еді. Ыңырсып жатқан Лаура: «Стукачысың, сатқын» деп жерді жұдырығымен тоқпақтап жөнелді. Қалекең ұялы телефонын алып қағазға қарап тұрып нөмерді тере бастады. Күзетшілердің біреуі оған орындыға келіп беріп: «Алло, маған Шайхан керек». Өзіңсің ба? Мен Қалекеңмін. Танысаң орында. Слушай, Лаура деген жексұрындау қызың бар екен ғой. Иә, сол бала менде тұтқында отыр. Я, тұтқында. Ұрлаған жоқпын, ұрлатқан да жоқпын. Өзі келіп қақпанға түсті. Мен Құдайдан ғана қорқамын. Сол үшін де өзіңе хабарлап отырмын. Мен саудаласпаймын. Қызыңның құнын өзің білесің. Болды, ойланып өзің хабар бересің» деді де маған қарап: «Лаура қызды қамаңдар» деді. Жанкадан босаған бөлмеге Лаураны апарып қамап тастады. Қалекең түнгі қонақтарға, әке-шешелеріне осылай кезек-кезек хабар беріп, бәрін қаматып тастады. Есік алдындағы хауыз жанындағы аппақ мармар тастан өндіріп, әшекейленіп салбыраған бастырма ішінде дастархан жасатып, өзі сонда жайғасты. «Ереке, өзіңнен өзгелер жұмыс орындарына бара берсін, сен бері кел.
жаныма отыр деді, үнсіз келіп дастархан шетінде. Інім неге екенін өзім де жөнді түсінбей жүрмін. Сені ет жақын бауырымдай жақсы көремін. Жан жағымда мен үшін жанын қиятын жігіттер жетерлік, бірақ сен ерекшесің. Ауылда өсіп, ауылда қарапайым тракторшы болып, қулық сұмдықтан алыс жүргендіктен сол қабілетің маған ұнайды. Байқаймын, қала өміріне сен де төселіп қалған секілдісің. Солай бола тұра, бәсеке, сіз осы қандай жұмыс істейсіз, немен шұғылданасыз? Көл көсір дүние қайдан келіп жатыр деп бір ретте сұраған жоқсың. Өзім айтып, өзім берген ақшаға риза болып, томпаңдап тірлігіңді істеп жүре бересің. Оның да дұрыс шығар. Иә, өмір деген арпалыспен өтеді екен ғой. 5 күн жалған дүние деп бекер айтылмаған. Бұл өмірде өзің үшін талпынбасаң ешкім ештеңе бермейді. Бар болса тартып алады, ұрлап алады, қорқытып алады, сені тұралатып тақыр жерге отырғызып кетуге асығады. Бұл заман күштілердің заманы. Жанда жолдас болып жүрген жігіттердің өзі дүние үшін сатып кетеді. Көзіңе күліп қарап тұрып, ішінен осыны қалай жайратсам екен деп ойлап тұрады. Інім, мен әуелі өзің секілді қарапайым жұмыстан бастағанмын өмір сүруді. Содан соң басшылық қызметімді құлағына жармастым. Міне сол жармасқаннан әлі жармасып келемін. Алысып келемін, жұлысып келемін. Уақыт өтіп заман өзгерді, бірақ адам өзгерген жоқ. Адамдардың есіл-дерті билік басында болу, мол дүние табу. Кедей бай болсам, бай құдай болсам дейді екен ғой. Мен кедей емеспін, баймын, бірақ құдай болуға ұмтылмаймын. Жаратқан ием кешірер. Байлардың арасында бәсеке деген бәле бар. Өлілгенше күндіз-түні жатсаң тұрсаң ойыңнан кетпейтін кесел асып төгіп жатса да болған үстіне болса берсе дейсің. Ең соңында тоналасың немесе жүйесің. Жүйкең жұқарып кеселге ұшырайсың. Ереке, 3 ұлым бар білесің. Олар да менің жолымды қуған. Өзім жолға салып жібергенмін. Олардың дәулеті менікінен кем емес. Жалғыз қыз шіріген жұмыртқа болды. Атымды әбден былғады. Өз қолыңды өзің кесіп тастау қиын екен. Не істерімді білмей езіліп отырмын. Мынау тобырды көрдің ғой. Олардың әке-шешелері де дәл мен секілді шіріген байлар. Ақшамен самауыр қайнатқандар. Бірақ бәрінің мойнында қарапайым халықтың маңдай тері, көз жасы бар, қарғысы бар десем де қателеспеймін. Мүмкін содан шығар. Соңғы жылдары жолым болмай, жатаған есектей болып барамын. Анау емделіп жатқан жеңгеңнің де өзге және 2 жеңгең бар. 3-ші өзің қатарлы, бала-шағалы түгел біледі. Олардың бәйбішем аурушыл болған соң өзі рұқсат берген. Рұқсат бермеген күнде де менің тоқтамасымды біледі. Байқаймын, соңғы жылдары ол да дүние мүлікке салғырт қарайтын болып алды. Қолда барда қыдырып ел-жер көрейін дейді ме, жыл сайын шетелдерге 5-6 рет барып демалып емделіп қайтады. Қалекеңнің ұялы телефоны құлынша кісінеді. Ағамыз маған қарап жымиды да көзін бір қысып телефонның құлағына. Алло, я айттым ғой, құнын өзің кес деп. Мен әлдекімдерге ұсақтамаймын. Я жарайды, қызыңды қырғы базардың алдында күт. Менің адамым алып барады. Сен өз адамдарың айт, менің жігітіме көз алартушы болмасын. Менің айтқаным болмаса, қызыңның концертін кешке жергілікті теледидарда көресің. Түндегі тірліктерін толық жазып алғанбыз деді де телефонды дастархан шетіне қойды. Сәл ойланып отыр да маған қарап. Ал Ереке, жаман ағаңның ойынына бүгіннен бастап сен де араласасың. Қазір шайхананың Лаурасын машинаңа салып ал да қырғы базарға бар. Жаныңа өзіңе ұнайтын сенімді 2 жігіт ертіп ал. Олар өз қызын өзі сатып алады. Саудаласпа, бергенін ал да ізіңше кері қайт. Бүкіл денесін ағзасына есірткіге улаған сұмырайларды бүгін тегіс сатамыз деді. Нашақорларды сатып жібердік. Қалекең айтқан қырғы базардың қарсысындағы автобус аялдамасына шамалы өтіп барып тоқтағанбыз. Жанымызға бір жігіт келіп машина ішіне үңілді де: Лаура, выходи деді. Қыз орнынан тұрмақшы еді. Мен оның иығынан басып қайта отырғыздым да бейтаныс жігітке: жақсы жігіт, әуелі сәлемдемесі деп едім. Ол да бір қыршыңқы екен.
сәлем беретіндей сен Меккеден келіп пе едің? Жоқ әлде Құдай қосқан құдам ба едің? Меккеден келмесем де құда болып қалуымыз мүмкін. Қазірше қыз бізде, қалың мал қайда дедім. Маратик, онда сал мені атып тасташы. Ата алмайсың, иә, артыңа қара, ату үшін де жүрек керек. Лаура, извини деп жігіт қызға жалынышты көзімен бір қарады да маған бұрылып, қанша сұрайсың деді. Саудаласатындай сен базарда тұрған жоқсың. Шефтің қанша беріп жіберді? Түгел берік шығар, ойланатын уақытым жоқ, бол тез дедім. Жігіт жан қалтасынан пакетке салынған түйіншекті алып маған берді. Ашып қарасам ақыштың ақшасы екен, санаған жоқпын. Жанымдағы жігіттерге қарап, қыз, Марат, иттікі жіберіңдер дедім. Лаура сыртқа шықты да машина ішіне қайта үңіліп менің бетіме шапалақпен салып қалды да, сен бастығыңмен бірге түрмеде шірітемін деді. Сенің атың онсыз да басқа деп жандағы жігіт мырс етіп күліп жіберіп, үйге қайтып келсек, Қалекең дәл сол базар алдында екінші жалбыр шашты жігітке де машинаға салып алып базарға барып сатып қайттық. Одан кейінгі кезек түнде дәлізде аймаласып жатқан қыздікі болып шықты. Жанымызға бір жігіт құлағыма, Ереке, мына қыз маған ұнап келеді. Жолда белімізді бір суытып алса қайтеді деп сыбырлап еді. Мен оған, ұнаса түнде не бітірдің дедім. Ол болса, түнде құр қалды ғой дейсіз бе? 4 қыздың 4-еуінде тындырғанбыз деді. Мен оған таңдана қарап, Лиранда ма дедім. Ол басын шұлғыда кезек-кезек сыбырлап келе жатқанымызда базарға да жетіп қалыппыз. Еденшіл қызды сатып алуға шешесінің өзі келіп, шешесін көрген қыз мама деп мойнына асыла кетті. Мынаны кімге берейін деп келген әйел қолына конверт ұстап тұр екен. Қызыңыздың сүйіншісі болса маған беріңіз деп әйелдің қолындағы конвертті жұлып алдым. Ішіндегісін санайын ба дедім. Санасаңыз санаңыз, келісім бойынша күйеуім санап берді деп әйелді қолдап тұр. Қызды иесіне тапсырып өзіміз кері қайттық. Қалған тұтқындарды да дәл осылай сценарий бойынша сатып, ең соңында Лираның досы Қалекеңнің асын ішіп дастарханға түкіріп жүрген жанына қалды. Оның әкесі Жолдыбай қоңырау соқпады ма, жоқ әлде өзара келісе алмады ма, қызыл көйлекті қыз қамауда қалып қойды. Күн бата Қалекең ұры қызды менің машинама салыңдар деп бұйрық берді. Оның сөз ырғағына құлақ тіксеңіз, менің машинама бір қап картоп сала салыңдар дегендей болды. Машинаға мінгізіп жатқанымызда, мені қайда апарасыздар деп көзі жасқа толып, қорықпа, жайлы жерге барасың дей салдым. Осы кезде Қалекең үйінен шығып еді. Біз машинадан шеттей бердік. Қалекең ымдап мені оңаша алып, айналайын інім, мен 3-4 күн болмайтын шығармын. Осындағы шаруаға өзің түгел бас-көз боласың. Тойханаға, ойынханаға, дүкендердің меңгерушілеріне түгел ескерттім. Олар менің бірнеше күн болмайтынымды білмейді. Сен де білдірме. Ал анау қарындасың сасайын тартып жатыр. Келінге айт, хабар алып тұрсын. Сөйте ғой, осы қаладағы сенімді жан жалғыз өзің деп арқамнан қақты. Қалекең қара джиппен қызыл көйлекті қызды қайда алып кеткенін түсінбей, біз аң-таң болып тұрып қалдық. Жанна қыз ұрлаған заттарды қызметші қызға барып беріңдер, орын-орнына қойсын деп едім. Қақпа алдында күзетші жігіт, командир ол қызды қожайын қуып жіберді деді. Тұтқындарды сатып жүріп, ол қыз не үшін жұмысынан босатқанын да білмей қалыппын ғой. Қалекең үйінің әр бөлмесінде, әр жерінде тұратын заттарды үйге кіргізіп, кітапхана бұрышына қойдым да Лирадан хабар алайын деп 2-ші қабатқа көтерілдім. Қыздың бөлмесінің есігін қақтым. Ыңырсыған дыбыс шықты. Шамалы тосып қайтадан есікті қақтым. Кіре бер деген әлсіз дауыс естілді. Лира өз төсегінде жатыр. Лира, халің қалай дедім. Рахмет, таңертең келіп киімдірмегеніңізде өзім көрген аппақ денесінен елесте қалмапты. Жөн арқасынан таспа тілді деген сөз миыма шақ ете қалды. Бойжеткен қыздың аппақ денесіне киіз үйдің керегесін әкеліп жабыстырып салғандай, айқыш-ұйқыш қамшының ізі кей жерлерінде қаншық қата бастапты. Ойпырмай, өз қыз ғой, қандай тас жүрек адам деп
ішімдегі ойым сыртқа шығып: «Ағатай-ай, сіз алған ақшаңызға, басыңыздағы уақытша баспанаға мәз болып жүрсіз. Менің әкем өте қатыгез адам. Осы күнге дейін бір баласының маңдайынан сипап айналып көрген емес. Жалғыз мені еркелетуші еді. 22 жыл алақанына салып жүріп, бір күнде сойып салды ғой», деп солқылдатып жылады. Лира жеңшеңді жіберейін деп: «Аға, сізден кешегі бүгінгі қылықтарым үшін кешірім өтінем. Кешіріңіз. Жеңшемді әуре қылмай қойыңыз. Сізге айтар бір өтінішім бар, соны орындаңыз. Айта ғой, қолыңыздан келеді ғой, ең әуелі тісімнен шығармаймын деп сөз беріңіз». «Ереке аға, мен есірткіге уланған жанмын. Бір сөзбен айтқанда наркоманмын. Бізге ломка деген болады. Қазақша қалай айтсам екен? Әлгі пәлені уақытылы қабылдамасаң, денең құрысып, қаның жүрмей қалғандай буын-буындарың икемге келмейді. Ал есірткіден бір иіскесең немесе инемен ексең, жаның жай тауып рахаттанады. Маған сол ломка таяп қалды. Өтініш, маған бір доза әкеліп беріңізші». «Ойбай, ондай бөлені айта көрме. Онан да 1-2 күн қиналып шыдарсың. Ағатай, айналайын, ол бәлені қайдан табам? Өмір көрген емеспін. Қол ұшын беріп, қарындасыңызды аман алып қалғыңыз келсе, табыңыз. Амал жоқ, өзің үшін қылмысқа барам», дедім. «Аға, 1001 түн деген түнгі клуб бар. Естіген шығарсыз. Соның алдына барып оңаша тұрсаңыз, есірткі сатушылар өздері келеді. Шөп бар, ұнтақ бар деп сыпырлап кетеді. Солардан аласыз. Ол жерде ешкімді кездестіре алмасаңыз, ескі қаладағы жасыл жашқа барыңыз. Ол қарызын қашан қайтарады десе, 1 жетінің ішінде әкеліп береді деңіз. Бар ғой, оның нарқы қандай деп сіз саудаласа алмайсыз. Сондықтан маған 5000 ұнтақ бер десеңіз жеткілікті». «Тәуекел», дедім. Жегулиге мініп, Лираны да тындырдым деген бұқа мойын сергекті алдым. «Бұлардың ішінен нашақорлар көрінбейді ғой», дедім мен. Ойын-күлкі түн жарымында басталды. Сол кезде сатылатын шығар әлгі. «Қой, қарындасымыздан айырылып қалармыз. Басқа нүктесіне барайық, оның ломкасы әлге басталған деп. Өлмесе өмірем қатсын. Сол ерке тұтай шошалаң қызға неге жаныңыз ашиды?» деді. Мен іште: «Лира, тісіңізден шығармаңыз», деп еді. «Мынаған неге айттың?» деп өкініште тұрмын. «Әкесінің қызын сынап ақыл айттыңыз. Біз алдында жүрген жалсымыш жігітім қожайынның қызына бас-көз болуымын», дедім. Ломкасы ұстап шыдай алмай өзіне өз қол жұмсаса, әкесіне қай бетімізбен қараймыз? «Жаның қиналмай, мол ақша тапқаныңа шүкіршілік жасамайсың ба?» дедім. Серігім бас салбырап тұрды да: «Рас екен-ау, командир. Қалекең секілді жағдайымызды жасап жүрген ешкім жоқ», деді. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер.